Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін екі түрлі әдіспен шелпек пісіремін. Бұл қызартып пісірген шелпек, жұмсақ. Келесі қызартпай пісірген шелпек, жұп-жұқа етіп осылай пісіреміз. Жұмсақ әрі дәмді болып піседі. Рецепті түсінікті болу үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен қамыр дайындаймыз. Ол үшін жылы суға 1 шай қасық тұзды қосып араластырамыз. Ұнға сұйық майды құйып және суды құйып жақсылап қамыр елейміз. Қамырға айран, сүт, жұмыртқа қосып дайындап жатады, бірақ та осылай дайындасаңыз да ешқандай айырмашылық жоқ, өте дәмді болып шығады. Қамырды әбден елеп болды, енді тынығуға 15 минутқа жауып қоямыз. Мен өзім осы рецеппен әр жұма күндері пісіріп тұрамын, әрі тиімді, қарапайым, оңай дайындалады. Қамырымыз 15 минут тұрды, тынықты. Енді жұмсақ қамырымызды рулет сияқты қылып жайып аламыз да бөліктерге бөлеміз. Қамырды бөліктерге бөліп болған соң, осылай домалақта барлығын дайындап аламыз. Барлығын дайындап болған соң, осылай бетін жауып қоямыз, кеуіп қалмас үшін. Одан кейін бір-бірден алып жая береміз. Дөңгелек қамырымызды осылай бірден алып жаямыз. Алдын ала оны сеуіп аламыз. Бір рет сепсеңіздер жетеді, және дөңгелек етіп жаямыз. Және екі түрлі шелпек болғандықтан екі түрлі қамыр жаямыз. Қызартпай пісірсеңіз, қамырды жұп-жұқа қылып жаясыз. Ал қызартып пісіремін десеңіз, қамырды өте жұқа қылмай жаясыз. Егер де қамыр жұқа болып қызартып пісірсеңіз, шелпек қытырлап қалады. Барлық жайған қамырдың бетін кеуіп қалмас үшін орамалмен жауып отырамыз. Барлық қамырды жайып болдым, енді қызып тұрған майда пісіретін боламыз. Шелпекті қызартпай пісірген кезде майды өте қатты қыздыруға болмайды. Қамырды майға тез-тез салып аударып пісіреміз, және пісірген кезде қызартып ұстап тұрмаймыз. Осылай пісіреміз да бірден аламыз. Міне осындай шелпек болады. Егер де газ болса, орташа оттың үстінде ұстап пісіресіздер. Егер майыңыз қатты қызып кететін болса, шелпекті салған кезде бірден қызарып пісіп кетеді. Сол себепті өте қатты қыздырмай пісіресіздер. Міне осындай ақ, әдемі, жұмсақ шелпек пісті. Енді келесі шелпекті қызартып пісіреміз. Ол кезде сәл жоғары оттың үстінде пісіреміз. Кішкене ұстап тұрамыз, қызарғанша үсті осылай көтеріледі шелпектің әдемі болып. Одан кейін аударамыз. Екінші жағына осылай пісіреміз, қызартып. Және шелпекті пісірген кезде осылай айландырамыз. Одан кейін ортасын басып ұстап тұрамыз. Өйткені шеті қызарып, ортасы қызармай қалуы мүмкін. Екінші бетіне аударамыз. Осылай бірдей болып қызарып піседі. Және шелпекті пісіріп болғаннан кейін салқындаған соң пакетке салып орап қойыңыздар. Егер де ашық тұрса, шелпектеріңіз кеуіп қалады. Міне осындай шелпектеріміз дайын болды. Ниеттеріңіз қабыл болсын, сау болыңыздар.